Қойытылған сүттен, яғни сгущенкадан шайға тәтті әзірлейміз. Ол үшін бізге керегі қойытылған сүт, аздап сары май, жаңғақ пен қалауыңызша кез келген кептірілген жеміс. Түбі қалың табада қойытылған сүтті орташалы отта қайнағанша араластырдым. Қайнай бастағанда сары майды қостым. Екеуін біраз уақыт орташа отта орнымнан тапжылмай араластырып тұрдым. Әйтеуір бір кезде түсі сарғыш қоңырқай болып өзгере бастады. Сол кезде жаңғақ пен кепкен жемістен не бар соны салдым. Ол менде мейіз бен курага болды. Енді барлығын араластырдым. От астын өшірдім, пергамент қағазын жайдым. Ыстық кәмпитімді салдым, пергаментке орадым, екі шетін бұрадым. Сәл суыған соң мұздатқышқа 1 сағатқа қойдым. Кәмпит ойдан шықты, кесеміз, әдемі тәрелкеге саламыз. Ұсынамыз, шай қоямыз, сүйсіне жейміз. Шайларыңыз әрқашан тәтті болсын.